Баршаңызға сәлем достар. Ағзамыздың қалыпты жұмыс жасап тұру үшін бізге көптеген дәрумендер, пайдалы май қышқылдары мен минералдар қажет болады. Соның бірі омега-3. Достар, видеомызды бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Омега-3-тің ағзамызға тигізетін 5 пайдасына тоқталамыз. Бірінші пайдасы жүйке жүйесіне. Адам миының 30% омега-3-тен тұрады. Омега-3 жетіспеушілігі тез қартаюға, интеллектің төмендеуіне, ұмытшақтыққа алып келеді. Әсіресе балалардың дамуына омега-3 аса қажет болып табылады. Екінші пайдасы сырт келбетке. Тырнақтың сынғыштығы, терінің құрғақтығымен күреседі. Шаш, тырнақ және терінің жылтырауына жауап береді. Үшінші пайдасы. Омега-3 қандағы холестерин мөлшерін қалыпты деңгейде ұстап тұрады. Яғни қан тамыр қабырғаларын майдан тазалайды. Тромбылардың пайда болу қаупін төмендетеді. Төртінші пайдасы. Омега-3 ағзаға аурудан соң қалпына келуге көмектесе отырып, иммунитетті күшейтіп, антиоксиданттық қызмет атқарады. Бесінші пайдасы. Жыныс гормондарының синтезделуін бір қалыпта ұстап тұрады. Омега-3 ағзамызда өздігінен синтезделмейді, тек ағзамызға тамақпен бірге түседі. Келесідей тағам түрлерінде омега-3 кездеседі. Лосось, сардина, майшабақ сияқты теңіз балықтарының құрамында омега-3 бар. Жұмыртқа құрамында. Жұмыртқа құрамында. Тек қолда өсірілген тауық жұмыртқасында омега-3 өнеркәсіптік аналогтың ондаған есе көп екенін ескерген жөн. Ірі қара еттерінде де омега-3 кездеседі. Атап айтқанда, сиыр етінің құрамында омега-3 мол болады. Сондай-ақ көп мөлшерде омега-3 зәйтүн және рапс майларының құрамында кездеседі. Достар, видеом пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Өздеріңізді қызықтырған тақырыпты комментарияға жаза кетіңіз.